Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерафифа. Енді бүгінгі видеода мен сіздерге Ливерпуль командасын жинайтын боламын. Видео басталмастан бұрын менің арнама міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де мен WhatsApp группа ашқан болатынмын. Сол WhatsApp группаға кіргіңіз келсе, менің арнама міндетті түрде тіркеліп лайк басып, және де колокольчик басуларыңыз керек. Менің WhatsApp группама ссылка осы видеоның описаниясында болады. Ендігі біз игроктарды сатып алып қойдық. Қазір өте қызық нешінші рейтинг болатыны. 8 игрок. Енді оның бәрін қазір біз асықпай составқа қоятын боламыз. Так. Міне. Так, екінші состав. Состав қазір. Осы состав. Атын Ливерпуль деп қалап қояйық. Так, Ливерпуль. Так, обзор. Бұл бізде осындай міне состав, және біз вратарьдан бастаймыз әрине. Так, бұл жоқта енді бізде позициямен бастайық. Әрине бізде Алисон. Өте жақсы вратарь. Олардың бірі десе де болады. Так, енді бізде әрине осы игрок қоямыз. Ал енді левый защитник бізде Робертсон. Ван Дейк тұра береді. Ван Дейктің орнында тағы да кім бар? Бізде осы игрокты алған болатын. Осы игрок жақсы деп ойлаймын. Так, енді правый защитник бізде әрине кім болады? Александр Арнольд. Так, енді бізге топ. Осы игрокқа так. Осыны қояйық. Жоқ, осыны тұра берсін. Так. Бізге цп. Бір цп керек. Бұл жақта осы игрок не? Так. Левый вингерға бізде так, кімді аламыз? Диего Жотаны аламыз, достар. Нападающийға кім еді? Нюнес. Правый вингер бізде Салах. Енді бізде достар 103-ші рейтинг болды. Өте жақсы достар. Так, бізде 5 усиление навыков екен. Так, осыларды өлшетейік. Сосын так, давай сен везение дейді. Осыны. Мені монета бітіпті достар уже. Осымен бізде рейтинг 103 достар. Өте жақсы. Енді видео ұнаса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де мен WhatsApp группама кіргілеріңіз келсе, осы видеоға тіркеліп лайк басып, осы менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де менің WhatsApp группама ссылка осы видеоның описаниясында болады, және де баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.